Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өзімнің ең сүйікті, ең жиі дайындайтын екі салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алғашқы салатымыздың дәмі өте ерекше. Егер қонақтарыңызды таң қалдырамын десеңіз, міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға ұсақ қиярларды саламыз. Корнишоны деп аталады. Ұзындығы шамамен 2-3 сантиметр болуы тиіс. Одан соң черри қызанағын алып, ортасынан бөлеміз. Черри қызанағын да майдасын алуға кеңес беремін. Ендігі кезекте қайнатылған жұмыртқаның ағын қана қолданамыз. Ұзын және сопақ етіп турап ыдысымызға саламыз. Ал пиязды қалағанша турасаңыздар болады. Мен осылай ортасынан бөліп турап шықтым. Содан соң салат жапырақтарын тураймыз, немесе қолыңызбен де үзсеңіздер болады, ол өз қалауларыңыз. Енді майонез қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне, бірінші салатымыз дайын болды. Түрі осындай болады. Дәмі де ерекше шығады. Ал қыздар, екінші салат баялды мен қызанақтан жасалатын баршаңызға таныс салат. Бірақ мен кішкене өзгеше етіп дайындаймын. Сонымен бөлісемін. Ең алдымен баялдыны осылай ұзыннан жіңішке етіп турап аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен мұздай су құямыз және тұз сеуіп, араластырып, бірнеше уақытқа қалдырамыз. Шамамен 10-15 минут өткеннен соң баялдымыздағы суды толығымен төгіп, үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа әр баялдыға жағылуы тиіс. Ал енді қызып тұрған майға екі бетін қызартып, пісіріп аламыз. Артық майын қағаз майлықтардың үстіне қойып сындырып аламыз. Ал енді дайын болған баялдымызды видеодағыдай етіп турасаңыздар болады. Турап ыдысымызға салып аламыз. Енді қызанақтарымызды ортасынан бөліп, ұзынша етіп тураймыз. Оны да баялдының үстіне саламыз. Содан соң майонезімізді алып, оған сарымсақты үккіштен немесе осылай сарымсақ өткізгіштен алып өткізіп, араластырып, сонымен қызанақ пен баялдының үстіне қосамыз. Енді бұл салатты жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Әсемдік үшін бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Ал достар, рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Рахмет!